Келін, жаңа әңгіме, 3 бөлім. Басын төмен салған күйі аяғын самарқау басып, келіншек Айыртаудың асуынан төмен түсіп келе жатты. Бет алысы төменгі ауыл болса да, ол жаққа қараған да жоқ. Жол жөнекей кездескен бұталарды тере жүрейін деген оймен төзі табан жолымен жан-жағын қыдырып жүрді. Сөйтіп келе жатып та жоғарғы ауылды ойлады. Көз алдында әлгіндегі жоғарғы ауылдың көрінісі бұлыңдап, құлағынан күзгі желдің өлі кетпей қойды. Тау баурайының бұталар шөп араласа өскен тұсына келгенде Нұршат арқанын ұзынан жайып жіберіп, бір жола отын жинауға кірісті. Арқанның ұштары бір-біріне әзер жететіндей етіп отынды үйді дейсің. Еркін көтеріп жүретіндей аздау жинауына да болатын еді. Әдіре қал, азаннан кешке дейін жүріп жинаған отының осақ па деп енем ұрсып жүрер деген күдігі тағы болды. Отынды көп жинағаны соншалық буып болған соң арқасына салып, енді тұрмақ болғанда 3 рет ырғап барып әзер көтерілді. Шамадан тыс арқалағанын келіншек қалың шөп пен бұталардың арасынан аяғын тәлтіректей басып келе жатқанда барып анық байқады. Ал тау баурайының бітік өскен жусандарынан әзер аттап жүріп, ауыр отын иығын сындырып жіберердей болған соң, аз уақыт отырып демалуды да ойлап еді. Тағы да енесі есіне түсіп, сол кісі тәйірі мынау тұрған жерден бір арқа отынмен бәлен рет демалып жеткен қатын да қатын ба демесінші деп аяқтарын кібіртіктей басып алға қарай жүре берді. Ауылға таяп келгенде алдынан қой қайырып көрші кемпір шықты. Бүгіндікке көрмеп еді. Үйілген бір арқа отынның астында бүкшиіп келе жатып, сәлем етпей-ақ өтуіне болатын еді. Бірақ олай етпеуге дәті жетеді. Төменгі ауылға келін екендігін есіне алып, Нұршат бүкшиген үстіне бүкшие түсіп, бір арқа отынның астынан сәлем етті. Мына келін жұдырықтай болып мына отынды қалай көтеріп келе жатыр деп ойлады ма, әлде сәлем етпей қалай өтер екен, көріп қалайын деді ме, әлгі кемпір бұл жақындағаннан-ақ тесірейіп қараумен болған. Бұл сәлем еткен соң барып, күбір етіп алғысын айтты да, қойын қайырған күйі кете барды. Бір арқа отынның астынан әзер көрініп, Нұршат енді өз үйіне қарай жүрді. Ошағының басына да келді. Үй маңынан ешкім көрінбеді. Тіпті қара үйдің ішінде де ешкім жоқ сияқты. Бір арқа отынның иығы езіліп, аяғы майысып келе жатқан келіншек арқасындағы отынды ошақ басына сылқ еткізіп тастай салуына да болатын еді. Бірақ олай етпеді. Ол осы үйге келін екенін ұмытқан жоқ. Әбден шаршаған, аяқтарын әзер бүгіп тізерлеп барып арқасындағы отынды жерге ақырын қойды. Сосын арқанды да асықпай шешіп, отын астынан ақырын ғана суырды. Бір ауық тыныстап, ошақ басында отыра тұруына да болатын еді. Олай етпеді. Арқанын жинап, сөренің үстіне тастады да самауыр су құйды. Сосын самауырға салу үшін өзі әкелген отыннан бір бұтақты суырып алып, балтамен асығыс жарып жатты. Шай қайнаған кезде барып үйге кіріп, төрге дастархан жайды. Енесі жүн түтіп отыр екен. Дастархан жайып жүріп, бірдеңе деп тағы да тиісер ме екен деп Нұршат оған қарағыштап еді, бірақ енесі үндемеді. Таңертеңгі ызғары байқалмайды. Қайта жүзі жабығыңқылау ма қалай? Екеуі шайды үнсіз ішті. Тоқтас келді ме? Келсе не ішіп жеді деп өзінше енесін сөзге тартқысы келді де, тағы да батылы жетпеді. Бар қолынан келгені енесіне анда-санда көзінің астымен ғана ұрланып қарағыштағаны болды. Енесі міз баққан жоқ. Әлдебір ойдың құшағына енгендей тұнжырап алған. Айыртаудың асуына шықтың ба? Деді енесі әлден уақытта Нұршат созған кесені ала беріп. Нұршат әуелі қай оймен сұрап отыр, қалай дегенім дұрыс болар екен дегендей біраз тосылып отырды да ақырын ғана тіл қатты. Шықтым. Жоғарғы ауыл көзіңе оттай басылған шығар. Ауылыңды, үйіңді таныдың ба? Таныдым. Бақытың бар екен, деді енесі даусы дірілдеп. Айыртаудың асуына шығып, арғы беттегі ауылыңды, үйіңді көрдің. Бақытың бар екен. Бәлкім көзіңді де жасқа шылап алған шығарсың. Ал мен асуға жете алмайтынмын. Өкпем өшіп,
Айыртаудың баурайында отыратынмын. Мен бұл ауылға келін боп тым жас түстім ғой, 14-імде. Кемпірдің иегі кемсеңдеп кетті. Ойбой, 14 жас дегенің бала ғой. Құдай-ау, сен деген 18-іңде келдің. 18-імізде мына біз сары қарын қатын болғанбыз. Бой жетіп келдің ғой, таудың асуына да барып жүргенің. Мен бейбақ баурайда аңырап жылап отырып, асудан асып соққан желге тұмсығымды тосатынмын. Біздің ауылдың желі ғой деп. Шашымды жел көтерсе, Құдай-ау, шешемнің алақаны тигендей егілетінмін. Керегеден қарап отырдым. Қарап отырмын деймін, аңырап жылап отырдым. Жете алар ма екен? Жете алмай жолдан мен құсап қайтпай, жетсе, асуға шықса екен деп тілекшің болдым. Сен орамалың желбіреп, тауға шыққанда өзім шыққандай әсер алдым. Қарағым, асықпай әбден қараса екен дедім. Мауқын басып болып қайтса екен дедім. От басының тіршілігі бітер дейсің бе, тәйірі? Бітсе мен-ақ бітірер едім де. 50 жыл болды осы үйдің қазанының құлағын ұстап келе жатқаныма. Ақыры бітіре алмай өзіңе берген жоқпын ба? Бітпейді, көресің әлі. Өзің де бітіре алмассың. Кемпір қолындағы кесесін дастарханның жиегіне қойып, еңкейіп келіп маңдайынан сүйгенде Нұршаттың ет бауыры елжіреп кетті. Енесіне қосылып өзінің де иегі кемсеңдеді. Енесінің ерні мен алақаны тиген жерлері ысып бара жатқандай. Кемпір кесесін көтере беріп, сен жоқта ауылдан хабар келді. Құда мен құдағи ертең келеді екен деді. Бұл сөзді Нұршат кеше естісе, елең ете қалар еді. Елең ету бұлай тұрсын, бәлкім, рас па, шын айтып отырсыз ба, олар да мені есіне алады екен-ау, төменгі ауылға қыз ұзатқандарын ұмытпағандарына шүкір деп еңіреп қоя берер еді. Дәл қазір бұл хабар сондай бір ерекше әсер еткен жоқ. Ол әлгінде ғана сол ауылға барып келгендей енесінің сөзін салқын қандылау күйде үнсіз тыңдады. Сәлден соң барып келетін құда мен құдағидың кім екендерін еміс-еміс түсінгендей күндігі жолдан отын арқалаудан қажып келген жүзіне қан ойнап шыға келді. Ұяң ғана езу тартқан қалпы енесіне бұрылған сәтте көзінде нұр ойнап тұрды. Екеуі шайды ұзақ ішті. Ұзақ ішкені сол, енесі тағы да келін боп алғаш түскен күндерін есіне алып, инағаш пен 2 шелек суды әзер көтеріп, күбіні аяғының астына жаңғырық қойып пісетінін айтқанда, екеуі тағы да қосылып жылап алды. Алдарындағы шайларын да ұмытып, қосыла жылап отырғандарының үстіне тоқтас келді. Табалдырықтан аттаған бойы әуелі шешесі мен келіншегіне кезек-кезек қарады да сасқалақтап: «Ой, апа, Нұршат», деді. Ойнап отырма десем, шындап, ой, жабыла жылағандары несі түге? Солай деп ол төрге озып, сырт киімін шешті де дастарханның шетіне жантайды. Нұршат қойып берген кеседегі шайды асықпай ұрттап отырып, бұларды алдартқатпақ болғандай қой ұрықтандыруының біткенін, енді аз күнде қыстауға көшетіндерін айтқан. Сөйтіп жатып ол бір кезде ұйықтап та кетті. Тоқтастың қорыл естілген кезде барып, бұлар да көз жастарын сүртіп, Нұршат дастарханды жинады. Самауырды шығарып түбінің күлін қақты. Сосын үйге кіріп, шайы шымылдықты сусылдатып ашып, Тоқтасқа төсек салды. Сосын екеуі екі жақтап Тоқтастың бірі көйлегін, бірі шұлығы мен шалбарын шешіп жатты. Сөйтсе кемпір күңгілдеп сөйлеумен болды. Баяғыда бір енең күйеуін арқалап жүріп жұбатады екен, шырағым. Арқасында жүріп күйеуі, жөндеп арқаламадың деп, қамшысымен ұрып боқтайтын көрінеді. Бұлар осындай, бір Құдай тағаланың ықыласы түскен халық. Бірдеңе десең, күнәһар боласың. Бұлар кім өзі сонша әулиесінетін деп, жасырақ кезімізде біз де кейде ашуланатынбыз. Сөйтсек, еркектер деген осылар екен. Енесі осылай деп жүргенде Нұршат езу тартты. Тіл қатқан жоқ. Сосын Нұршат кеудесінен енесі екі аяғынан әзер көтеріп, Тоқтасты шымылдықтың ішіне жатқызды. Тоқтасты жатқызып болып, шайы шымылдықты сусылдата жапқан соң да, енесімен екеуі әлгінде ғана Айыртаудың баурайынан отын арқалап келгендей бір ауық ентігіп тұрды.
Кешкісін шайы шымылдықты сусылдата ашып, шайы көрпені сусылдата көтеріп, Тоқтастың жанына жатқан соң да Нұршат енесі туралы ойлаумен болды. Дүниедегі ең мейірімді ене тек сол кісі сияқты көрінді.